тобыл командасында сондай бір мақсат жетіспейтін сияқты. Тео Бонгонда деген шабуылшы бар. Шабуылшы. Әзірге жүріп жатыр келіссөздер. Мүмкін орда басқа келіп қалуы мүмкін. Мырза Босынов Астанаға инвестор табылды дегенмен ол сөз әлі бір ресми түрде расталған жоқ. Лига жалпы дайын емес болып қалған сияқты турнирға. Қайрат пен Ақтөбе матчында қазір барлығы бақылап отыр. Қайрат әлі чемпионатқа дайын емес екен. Жалпы кімдер қалуы мүмкін енді биыл ұлттық құрамада осы тізімнің ішінен? Инвесторлардың арасында бәсекелестікті де арттырған сияқты. Бәріңізге сәлем. Өткен аптада Қазақстан премьер-лигасының жаңа маусымы басталды. Бірінші турда артта қалды. Биыл 16 команда бақ сынайды. Жалпы маусым қызықты болғалы тұр. Қай командалар жеңіске жетеді, қандай нәтижелер болады. Жалпы стадион мәселесі қазірдің өзінде, ойыншылардың жетіспеуі, тағысындағы жалпы биылғы маусымдағы басты интригаларды бүгін талқылаймыз. Әріптесім Мадина демалыста, сондықтан бүгін әріптесім Бектөреумен қасында. Және де бүгін студиямызға спорт сарапшылары Қазыбек Тайланов және Бақдәулет Ерғали келіп отыр. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы бірінші тур қалай өтті, ойларыңыздан шықты ма? Әрине, қош көрдік, жаңа маусым құтты болсын. Бірінші тур көрдік, бұл Қазақстан чемпионатында бұл қызықты бір маусымдардың бірі болмақшы, өйткені білеміз, Қазақстан чемпионатына кезінде ағылшын премьер-лигасын жеңген, чемпиондар лигасын жеңген ойыншылар келіп жатыр. Және де 6-7 командамыз жаңа инвестормен толықты. Бұл чемпионаттың өсуіне, конкуренцияға өте көп әсерін береді. Меніңше осы чемпионат ең қызықты чемпионаттардың бірі болмақшы деп ойлаймын. Енді жалпы жылда чемпионат қызықты болады деп енді маусым басында әрине күтіледі ғой. Сосын маусым ортасына қарай бір жағдайлар болып жатады, төрешілердің қателіктері болып жатады, басқа да себептер болып жатады, келісілген ойындар болуы мүмкін деген күмәндар шығып жатады. Бақдәулет енді осы ретте бірінші турдың өзінде де әдеттегідей жаңағы төрешілерге қатысты бір-екі ситуациялар болды. Енді әрине жаңағы төрешілер алқасының басшысы Қаштыру түсініктеме берді, бірақ оған енді жанкүйерлердің көңілі толды деп айта алмаймын. Енді нақты сұрақ бұл жерде Елімай мен, яғни Көкшетаудағы Оқжетпес Елімай матчы және де Қызылордадағы Қайсар жеңіс ойыны. Бірінші ситуация ол Көкшетауда Оралхан Өміртаевқа қатысты пенальти берілмеді жағдай. Екіншісі Исламбек Қуаттың жеңіс жаңағы есепте телесірген кезде қолмен итеріп жіберді деген. Осы екі ситуациясы нақты қандай ойың бар? Енді мен португалдық маманның пікірін оқыдым. Және әріптесіміз Әлімжанда ресейлік маманнан сұрапты, төрешіден. Ол да сол пенальти болмаған деген. Бірақ дегенмен енді мен өз көзқарасымда қалам. Ол жерде менің ойымша пенальти болды. Енді португалдық маманның айтуы бойынша қорғаушы жерден бірінші аяғын көтеріп қойған. Яғни ол уже қозғалыс барысында өзін-өзі тоқтата алмайды. Одан кейін барып екінші доп қойнаған дейді, бірінші болып. Содан кейін барып Өміртаевтың аяғына тиді дейді. Яғни қорғаушы аяғын көтерген кезде Өміртаев әлі аяғын қойып үлгермеген, көтеріп үлгермеген допқа. Сондықтан бұл жерде ойын тәртібі бұзылған жоқ, барлығы таза болды деп пікір білдірді. Бірақ енді менің көзқарасымда, мен көріп жүрген футболда ондай нәрселердің барлығы меніңше пенальти болатын. Енді олар маман ғой, сондықтан олардікі де дұрыс шығар. Ал енді Қайсарға келген кезде бір жағынан енді мен жанкүйерлік жағымда бар шығар, қыздар талып болғаннан кейін. Бірақ енді анау жерде мен көрдім, Қуат негізі қолмен итерді. Төрешілер неге қарамаған түсінбедім. Мүмкін енді керісінше пенальти қоюға қарайтын бет, егер ойын тәртібі Қайсар бұзған жағдайда. Ал оған дейін ойын тәртібін шабуылдаушы тарап бұзды ма, бұзбады ма, соны қарамаған сияқты меніңше, тіпті мән беріп те қарамаған сияқты, білмеймін ол жерде. Ол жайында айтпады да ғой деймін. Иә. Енді жаңағы Айдан Қожахметтің пікірін естідім. Енді жеңіске қатысты. Ол кісіден жеңістің адамы. Иә, енді ол енді айтып отыр ғой, жаңағы бұндай жағдайлар бізде де болған былтыр. Енді әрбір неге сықыра беруге мүмкін емес қой деген сияқты, фолға, ұсақ түйекке деп. Енді бұл жерде көп нәрсе жаңағы нелерге де байланысты ғой. Камераға, варға өйткені еді мысалы. Иә, камералар биыл жетіспеушілігі болады. Енді 16 команда. Иә, енді камералардың санын қысқартып тастады. Осы жағынан кішігірім қиындықтар болып жатыр. Бірақ дегенмен сол Қайсар мен жеңістің ойынын қарасаңыздар, ютубтағы ойында анау кіріп келуі, басында киім ауыстыру бөлмесін көрсетуі, командалардың шығуы, таныстыру, барлығы өте керемет дайындалған, көрініп тұр. Енді биылғы маусымда да бас продакшн түсіреді деп айтты.
барлығы өте жақсы, ана бір шетелдік бір деңгейлер жаймен деп сезіліп жатыр да, осы жағынан жақсы болды. Ал бірақ енді камералардың санын қысқартуы меніңше сол керісінше төрешілерге қиын сияқты, бізге емес, жанкүйерлерге емес, көруге емес, сол төрешілерге шешім шығаруға қиын болатын сияқты. Жанкүйерлерге қиын емес дегенде енді жаңағындай ғой, сендер көріп тұрған жоқсыңдар, өйткені бұл бірінші ереже бұзылған жоқ деген сияқты нәрселер айтылып жатыр ғой. Өйткені бізге жаңа толық картинка көрінбейді ғой. Камера ол жанкүйерлерге де тарапынан сұрақтар туындата береді. Яғни жаңағы толық осындай айып жағдайлар болған жағдайда камералар енді әртүрлі ракурстан көрсетсе, саған түсінірек болады. Ал егер ол көрсетілмесе, осындай жағдайлар қайталануы мүмкін. Сондықтан бұны ойлану керек деп ойлаймын мен. Егер мүмкіндік болып жатса, егер демеушілер келіп жатса, осы жағында, өйткені қазір медианың трансляцияның заманы ғой. Енді мен жалпы маусым өте әдемі басталды. Бірінші турға тоқталайыншы бірден. Бірінші тур әдемі басталды. Былтырғы жылмен салыстырған кезде мен статистикаларды ашып қарадым. Статистикалар жағынан да барлық жағынан бірінші тур қызығырақ басталған. Мысалы, гол соғу бойынша білесіңдер, енді бірінші турда көп жағдайда голдар аз болады, бірде-бір тең ойындар көп болады негізі. Ал былтырғы жылмен салыстырғанда биыл әлдеқайда өскен. Былтыр 1:57 болса, бірінші турда гол соғу әр матчта. Орта есеппен. Орта есеппен. Биыл 2:75-ке өскен. Яғни жобамен 3 гол. Бұл енді көп. Мысалы, соның өзінде 4 матч тең аяқталды ғой. 4 ойын. Соған қарамастан осындай қызықты статистикалар бар. Және ең басты турдан бөлек, қызықтығынан бөлек, меніңше лига жалпы дайын емес болып қалған сияқты турнирға, маған солай көрінді. Өйткені жаңа камераның саны аздығы байланысты. Сен айтып отырсың ғой, егер камера көп болса, бізге де көруге болатын еді деп. Оны бәрі саған көрсетпейді. Мысалы, қазір қанша камера көрсетіп отыр? 7 камера түсіріп жатыр ма? Сен 7 ракурстан қараған жоқсың ғой оны. Тек қана бір ракурстан көрсетті, саған режиссер қалай көрсетті, солай көрдің, болды. Ол қанша камера болғанмен оның барлығын саған ашып, қазір ашықтық жоқ. Осы жағынан кішігірім проблема бар. Егер сол бас төрешінің шешімін қандай протоколға жазады ғой, мына жерде фол болған жоқ, себебі мынандай болды деп. Сол жазуды немесе сол басқа камераларды көре алсақ, ол кезде ашықтық болып, ол кезде айтуға болады. Мына камерадан көре алмадық, мына камерадан көру керек еді, мына камера жетіспей қалды деп. Ол камералар көп болғанмен оның барлығын бізге көрсетіп жатқан жоқ қой, ашықтық жоқ. Қазбек, сіздің ойыңыз қандай болды? Бұл жерде егер эпизодтарға келетін болсақ, кеше мен бір матч қарадым, Байер мен Арсенал арасында өткен матчта пенальти қойылды. Ол жердегі ситуациямен салыстырғанда жаңа Елімайдың матчы болсын, Қайсардың матчы болсын, ол очевидно пенальти былай айтқанда, анық пенальти. Егер ол эпизодмен салыстырып айтатын болсақ, Лига чемпионовтың деңгейінде қойылған пенальтимен салыстыратын болсақ. Ал егер бізде былай ғой, трактовка деген бөлінеді, английский трактовка болады, испанский болады. Егер английский болса, жаңағыдай ойыншыларға, стыктарға мүмкіншілік береді, анау-мынау стыкқа сықыра бермейді төрешілер. Бұл төрешілердің әртүрлі өзінің стилистикасына байланысты болады. Мысалы, кейбір төрешілер жаңағыда испанский төрешілер болады, бір тиіп кетсе бірден сықырып, там карточка көрсете бастайды. Ал бір төрешілер ойнаңдар, до конца ойнаңдар, анау-мынау неге мүмкіншілік сықыра бермейді да, ойнатуға әбден. Ойын тоқтата бермейді. Сол себепті бұл жерлерде жаңағыдай төрешілердің өзінің психологиялық дайындығына байланысты деп ойлаймын. Өйткені ол кейбір төрешілер жаңағы кейбір командалардың мүмкін басшылықтарына байланысты шығар, мүмкін жаңағыдай өткен жылдардағы қателіктеріне байланысты шығар, мүмкін сол себепті андай пенальти қоюға қорқып қалуы мүмкін. Егер мен мына жерде пенальти қойсам, ертең жаңа төрешілік басшылық тарапынан маған қандай да бір шара қолдану мүмкін деген секілді. Кейбірлер наоборот қойып жаңағыдай выговорлар алу мүмкін, неге қойдым, мынау пенальти емес қой деген секілді. Сол себепті бәрінде бір қысым бар, белгілі бір қысым болып қалуы мүмкін да. Сол себепті олар әрі былай айтқанда толыққанды төрешілер біздегі Қазақстандағы бір системаға әрі тұрақталмаған. Сол себепті осындай матчтарда бірінші тур болды ғой. Бірінші тур болды оның үстіне. Өйткені бізде әлі чемпионатта қалыптаспаған жаңа испандық манерде төрешілік ету керек па, әлде ағылшын футболмен төрешілік ету керек па деген секілді. Сол себепті
оқжетпес жанкүйерлер ретінде қарасаң ол жерде пенальти, Ермай жанкүйерлер ретінде қарасаң ол жерде пенальти емес деген секілді. Енді биыл жалпы әлемдік деңгейдегі жұлдыздары келе бастады ғой. Әзірге Нанидің 20 минут алаңда ойнағанын көрдік. Енді Мозес Түктем жалпы жұлдыздардың КПЛ-ға келуін қалай бағалайсыздар? Енді Нанидің келуі, Мозестің келуі меніңше жақсы деңгей болған сияқты. Осыған дейін айтып жатыр ғой, Қайратта жаңа Қайраттың да басшылығы айтты ғой, біз осыны бірнеше жыл бұрын жасап қойғанбыз бұны деп. Бірақ дегенмен енді Нани сияқты Манчестер Юнайтедте ойнаған, АПЛ алған, Криштиану Роналдумен бірге ойнаған, енді Португалия Инстаграмда мысалы подписан ғой бір-біріне қарап тұрсаң. Яғни Нани Ақтөбеден бір сторис жасаса, Роналду көреді деген сөз да оның барлығын. Бұл рекламный маркетинг ход жағынан да өте жақсы. Бір жағынан сосын Нанидің біз ойлағандай, біз басында бәріміз, мен де сол айтатындардың жағында болдым. 40-қа келген, жасы келген, КПЛ-ға деңгей жетпейтін шығар деген ой болған. Бірақ дегенмен кеше көрдік. Бір Нани андай болып жүрген жоқ. Мен жұлдызбын деп жүрген жоқ. Қазақшада өлең айтып жүр, алаңда да жүгіріп беріп жүр. Жаттығу кезінде де ойындарын қарап көрдім, жаттығуларын. Ол жағынан да Нанидің қозғалыстары меніңше Қазақстан Премьер-лигасынан көп ойыншыларынан артық сияқты. Сосын енді кімді ұмытпауымыз керек? Миланнан келген, жеңісті ойнап жүрген Меркельді де ұмытпауымыз керек. Оның да әлемдік жұлдыз екенін көбісі енді мән бере бермейді. Мозес пен Наниді айтады. Мен үшін мысалы Меркельді жұлдыз ойыншы деп айтуға болады. Енді жалпы әлі де көптеген трансферлер болады деп күтіліп жатыр ғой. Енді Ордабасы мысалы қазір жаңа кім Қазбек айтқандай инвесторлар келіп жатыр. Олар да мысалға жұлдыз алғысы келеді, бірақ трансферлік бан берді ғой. Күні кеше естіген шығарсыздар, өйткені украиналық футболшылар Беседин мен Макаренко, сосын Беларусь Садовский 3 футболшының тарапынан болған. Бірақ енді олардың ақшалары төленіп, алдағы уақытта шешіледі деп жатыр. Сондықтан енді Ордабасы қазір Алексей Амановичті алды Астанадан. Алдағы уақытта негізі олар кіммен сөйлесті, Камарамен сөйлесті, бірақ ол Қытайды таңдады. Мүмкін олар кім Нани сияқты болмаса да, бірақ басқа ойыншылар алу мүмкін. Астана енді жазғы трансферге егер қаржылық мәселесін шешсе, жазға дайындалады деген болжам бар. Енді Қайраттың ол стратегиясы жаңа Бағдәулет айтқандай өзгерді. Олардың енді әрине осыдан 10 жыл бұрын Нани сияқты ойыншы болмағанша, бірақ енді олар жаңағы көбінен ТМД көлеміндегі танымал ойыншыларға, Иегардты, Тимошук келді, Аршавин келді, сол Ресейде бағжанған ойыншыларға көбірек мүмкіндік берді. Сосын Исаэль болды, Жерар Гоу болды деген сияқты, бірақ қазір енді олар физикалық тұрғыдан да жақсы сондай ойыншыларға көбірек нетіп жатыр ғой. Финляндиядан жаңа кім келді? Оксын, сосын Юккала деген сияқты футболшылар келіп жатыр. Биыл енді осы жағынан енді бір конкуренция болады сияқты чемпиондыққа байқалды ма негізі командалардың алғашқы турда айта аламыз ба? Бізде алғашқы турда егер чемпиондыққа қай команда таласады деп айтса, мен 3 команда айтар едім. Бірінші ол Ақтөбе болса, екінші Қайрат, ол өз самаса бой. И үшінші 4-1 есебімен жеңілген өзінде Тобыл командасы деп айтар едім. Не себеп десеңіздер, Тобыл командасы өте тиянақты келеді. Трансферге болсын, кез келген жалпы Қазақстан Премьер-лигасындағы ең андай тыныш командалардың бірі. Жаңағы ешқандай айқай шуы жоқ, ешқандай бір хайпы жоқ, баны жоқ, бір жаңа футбольский қарыз болып, бірнәрсе болып, жаңа у-шу болмаған командалардың бірі. Және де бұл жерде менеджменттің атап өткені дұрыс, өткені Тобылда жаңа кезінде Ахмет Месауди деген секілді деңгейі Қазақстан Премьер-лигасының жоғары көтере алатындай ойыншылар алып келеді. Жылда солай, жаңа кімде болды кезінде, Джаба Канкава секілді, Зоран Тошич болды. Бұл команда Ақтөбе, Қайрат, Астана секілді қаржылық жағдайы зор болмаса да, бірақ Қазақстан Премьер-лигасында өзіндік орны бар. Жылда бір үштіктің ішінде жүретін команданың бірі. Сол себепті 3-ші команда Тобыл деп айта аламын. Сіздің ойынша кім биыл чемпиондыққа таласады? Енді бағана басында Қазбекте айтып жатыр ғой, жаңағы
инвесторлардың келуі командалардың бір конкуренциясын күшейтті деп осы жағынан айта кетуіміз керек. Қазір Ақтөбеге Нани келді, одан бөлек енді бапкерді жаңа бір мықты бапкер алып келеміз деп жатыр. Егер алдағы уақытта бір қатты нәтиже болмаса, егер Ақтөбе осылай 4-1 басымдықпен жеңіп жатса алдағы ойында да мүмкін осы бапкер қалуы мүмкін. Бірақ дегенмен енді солай жанкүйерлерге уәде берді, жаңа бапкер келеді және мықты бапкер келеді деді. Одан бөлек енді Қайраттың басшылығының өздерінің ұстанымдарын білеміз. Осыған орай командалардың жекеге өтуі, Қайсардың Мойсты алып келуі бір сол инвесторлардың арасында бәсекелестікті де арттырған сияқты. Өйткені кешегі ойыннан кейін Ордабасының айналасында жүрген әріптестеріміздің де әңгімесі бойынша жаңа бек айтқандай трансфер жасайды екен. Енді 4 сәуірге дейін уақыт бар әлі. Олар әлі 2 топ трансфер жасаймыз деп отыр екен, егер баннан құтылса енді. Кеше ғой банның шыққаны. Сондықтан және Ордабасының матчты ұйымдастыруы да өте керемет болды. Құдды бір андай ғой. Бізде оңтүстік өңірлерде андай той жасауда бір жарыс болады, сол сияқты да бөлек та андай бір матч жасап, одан бөлек жаңа басқа командалар топ ойыншылар алып келіп жатқан кезде біз неге алып келмейміз деген сияқты сондай бір қызықты бір тартысты бәсеке туындап жатқан сияқты. Осы жағынан менің ойымша ХПЛ-ға жаңа бір тағы да бір серпін беретін сияқты. Көреміз енді кімдерді алып келетінін. Ал чемпиондыққа келетін болсақ, уәде берді ғой енді ашылуында Ордабасы чемпиондыққа таласамыз деп. Оларды да сызып тастауға болмайды. Дәл қазіргі құраммен емес, дәл қазіргі бапкерімен емес, бірақ дегенмен әлі маусым ұзақ. Егер алдағы уақытта трансфер жасап, жақсы бір бапкер келіп жатса, онда мен ойымша Ордабасы да кіретін сияқты. Одан бөлек Елімайды да ұмытпауымыз керек. Мен енді Тобылға менде де симпатия бар, бір күшті команда, жаңа Қазбек айтқандай, тиянақты бір артық бір шум жоқ айналасында. Бір артық бір андай қозғалыстар жоқ командасында, жұмыс жасайтын ұжымда да. Бірақ дегенмен Тобылды чемпиондыққа жетуге меніңше бірдеңе жетіспейтін сияқты. Білмеймін нақты не екенін. Бірақ бір чемпиондыққа деген андай бір не қоймайтын сияқты. Мақсат қоймайтын сияқты, нақты бір анық. Өйткені бас бапкер ойыннан кейінгі сұхбатында да сұраған кезде Суперкубок матчынан кейін қандай мақсат бар деген кезде бізде мақсат әзірге айқын емес, әрбір матчты жеңуге тырысамыз деді. Болды. Басқа командалар енді айтып жатыр ғой, біз үштікке таласамыз, біз чемпиондыққа таласамыз мақсат қойып жатыр. Енді бас бапкер олай айтып тұрғаннан кейін жалпы оның сөзінсіз де мен ойлаймын, Тобыл командасында сондай бір мақсат жетіспейтін сияқты деп. Жалпы негізі бұрынғы инсайдер ретінде айтайын, 1-2 инсайттар бар. Қазақстан премьер-лигасына келуі мүмкін ойыншылар бойынша және бапкерлер бойынша. Маған Ақтөбеден де Ордабасыдан да шыққан бас бапкерлер бойынша жаңа Густаво Пайет шықты ғой. Негізі мен сөйлескем ол бапкер бойынша. Және Густаво Пайет деген немен Патрик Вейра және Густаво Пайетпен сөйлестім. Олардың қаржылық сұранысы өте жоғарыда, бірақ соған қарамастан Ақтөбеден де Ордабасыдан да ол бапкерлерге қызығушылық бар әлі де. Және де жаңағыдай топ чемпионатта ойнайтын азы Алкмар секілді командада ойнайтын Голландияның ойыншысына Ордабасыда қызығушылық бар. Және өткенде Спартак Москвада ойнайтын, то есть Тео Бонгонда деген шабуылшы бар. Сол бойынша шыққан Ордабасы сөйлесіп, аренда мәселесі бойынша әзірге жүріп жатыр келіссөздер. Мүмкін Ордабасыға кеп қалуы мүмкін. Одан бөлек Қазақстан чемпионатында Камерун ұлттық құрамасының бұрынғы шабуылшысы Стефан Боккенен деген ойыншы келеді деп күтілуде. Ол жақын күндері жаңа командаға қосылады деп күтілуде, уже келісіп қойды. Қай команда екен белгісіз бе? Мен білем, бірақ айтуға болмайды. Өйткені өзім сұрастырып білгем жалпы. Одан бөлек Ахмет Мусаға да қызығушылық болды. Әлі де бар ол ойыншыға қызығушылық бір командадан, батыстық. Және не бойынша жаңа Камараны айтып жатырық қой біз. Усман Камара бойынша Ордабасыда сөйлесті және Башич бойынша да сөйлесті. Иван Башич недегі Астанадағы. Бірақ Башич кішкене қымбаттау түскеннен кейін олар Алекс Амановичті алды.
осындай инсайттар бар негізі жалпы егер Патрик Биера деген кезінде Арсеналдың 2004 жылғы чемпиондық құрамында ойнаған және де Франция ұлттық құрамасының негізгі ойыншыларының бірі болған футболшы. Соңғы жылдары бапкерлікке бет бұрды, Англия командаларын жаттықтырып жүр. Сондықтан енді ондай жұлдыздарды келуі әрине бұл Қазақстанға да үлкен серпіліс беруі мүмкін. Осының алдында Ақтөбе Феликс Магатпен де келіссөздер жүргізді. Қазір тек қана ойыншылар емес, танымал жаттықтырушылардың да Қазақстанға келу ықтималдығы жақындап келе жатыр. Сондықтан енді күтеміз. Бұл енді маркетинг тұрғыдан, басқа да тұрғыдан серпіліс беруі мүмкін. Енді бірді айтып бірге кетіп жатырмыз ғой. Дегенмен енді Астана командасына бір тоқтала кеткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Өйткені команда соңғы сәттерде ғана ойыншыларын тіркеп үлгерді. Әлі ешқандай команда презентациясы жасалынған жоқ, жаңа ойыншыларын таныстырған жоқ. Дінмұхаммед Қараман, Бауыржан Исламхан сияқты Әлібек Қасым болсын, барлығы оқу жаттығу жиындарында жүргенімен командамен келісім шартқа әлі құжат жүзінде толық қол қойып үлгере алмады. Оларды клуб басшылығы да әлеуметтік желіде болсын, ресми сайттарында болсын таныстыра алған жоқ. Өйткені оған себеп клубтың қаржылық мәселесі. Осыдан бір ай бұрын туризм және спорт министрі Ербол Қуантайұлы Мырзабосынов Астанаға инвестор табылды дегенмен ол сөз әлі бір ресми түрде расталған жоқ, ешқандай демеуші келген жоқ. Есесіне Елорда клубынан біраз ойыншы кетіп қалды. Назми Грифшиді көріп жатсыздар, кеше Рубинде гол соқты. Чинеду Крила Советтің шабуылшысы болды. Одан бөлек Макс Эбонг кетті. Сосын Алекс Аманич Ордабасын таңдады. Нұралы Жақсылық кетті, Оқжетпеске. Кетпейтін болды. Кетпейтін болды ма? Сондықтан енді біраз ойыншылар кетіп қалды. Дегенмен соған қарамастан Астана әлі де чемпиондық болмаса да жүлделі командалардың қатарында жүруге мүмкіндігі жететінін біз байқадық бірінші турда. Енді осы ретте бір сұрақ, Бағдәулет, сен өзің жастар арасында Күйжі лиганың жүргіздің. Сол команданың сол кезде көзге түскен ойыншылардың бірі Мақсат Абраев деген бала кеше Жетісу қақпасына әдемі гол салды, бір нәтижелі пас берді. Ең бастысы Жетісу қорғаушыларына тым берген жоқ. Өзінің бір енді Дастан Сәтбаевпен құрдас бала ғой. Сондықтан соған қарамастан бір жаңа жұлдыз келді деп айтуға бола ма, әлде әлі ерте ме? Мақсат Абраевты өзім былай жеке танимын. Оның үстіне QG лигада жүрген кезінде матчтарын жүргізгем. Өте жақсы, қозғалысы, алаңда сезіне білуі, ашылуы өте керемет. Сосын өте жылдам ойыншылардың бірі. Енді сол позицияда негізі Астанада Камара ойнайтын еді ғой, сол Камараның орнын жоқтатпай кәдімгідей ойнап берді деңгей. Бірақ енді Астананың кешегі ойынын, Жетісуға қарсы ойынын бір сол ойынға қарап бір пікір шығару мен ойымша қате болатын сияқты. Өйткені Жетісу биылғы маусымда бірінші ойында да өте әлсіз болды. Ол енді Астананың мықтылығы ма, әлде Жетісудың әлсіздігі ма белгісіз әлі. Ертең екінші турда Қайсармен ойында көреміз. Ал енді Мақсат Абраев келетін болсақ, мен ойымша жұлдыз келді. Ең бастысы қазір осы медиа саласындағы адамдардың бәрі осы бастан мен біліп отырмын, хабарласып жатыр. Мақсат Абраевты шақырып, сұхбатқа шақырып, ана жаққа шақырып, мына жаққа шақырып, баланы жандырып алмау керек. Оның үстіне сол ойыннан кейінгі пресс-конференцияда Григорий Бабаянның өзі айтты, әлі 100% дайын емес, қатты мазаламауымыз керек, қатты бір көңіл бөлмеуіміз керек. Бүгін негізгі құрамда шықты, өткен жаттығуда өзін жақсы көрсетті. Алдағы уақытта егер осылай шыға беретін болса, нақты 100%, тіпті бір 70-80% негізгі құрамның ойыншысы деп айта алмаймын дейді. Бірақ егер осылай өзін жаттығуда көрсетсе, онда мүмкіндік беремін дейді. Яғни алдағы уақытта Абраевты әлі де бірінші негізгі құрамнан көріп қалуымыз ғажап емес. Енді кім Бабаян енді о жағынан қарағанда енді психологиялық жағынан не жағынан өте мықты ғой. Енді ол жас ойыншылармен жұмыс білет, қай кезде нетуге. Енді Астана осыған дейін көп сынға ұшырады ғой. Қазақстан футболшыларға сенім артпайды. Әсіресе осы Стойлов болсын, Бабаян болсын, жас ойыншыларды біздің көп қосалқы құрамда ұстайды деп талай ойыншылар Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншылары отырып қалды. Лазаретте отырып кетіп қалды. Бір кездер осы Асқат Тағыбергеннің өзі Астананың қосалқы құрамынан отырып кейін Қайсарға барып, мені Тобылда осылай жұлдызы жанды. Ондай ойыншылар көп. Мысалға қазір енді
шетелдік легионерлердің басым бөлігі кетіп қалғаннан кейін енді амалсыз ойнатып жатыр ғой. Бабаян жұлдызын жаға алады деп ойлайсың ба? Меніңше жаға алады. Нұралы Жақсылыққа да мүмкіндік беруге болатын. Жаңа айтып қалдық қой енді әңгіменің басында. Ол баланы да сұрадық. Ол Нұралы Жақсылық ойынға тізімге енген жоқ биылғы маусымға. Бірақ дегенмен командамен бірге келіп, анау Астананың ультрасы бар ғой, солармен бірге кәдімгі айқайлап, командаға жанкүйер болып тұр. Меніңше бір мақтауға тұрарлықтай не деп айтуға болады, іс-қимыл деп айтуға болады. Содан кейін ойыннан кейін сұраған кезде Оқжетпес кете ма бұл бала дегенде кетпейді деді. Қалады. Документтермен, кішігірім құжаттармен қиындықтар бар. Алда уақытта тіркейміз, әлі уақыт бар. Енді негізі Нұралы Жақсылықты да шығарып мүмкіндік беріп жүрді. Ол жайында неге айтып жатырмын, жаңа жас балаларға, таланттарға мүмкіндік бере ма деп жатсың ғой. Мүмкіндік беріп тұрды. Бірақ дегенмен сенің командаңда Томас сынды ойыншы бар кезде сен әрдайым оны негізгі құрамда шығара алмайсың. Саған нәтиже керек кезде. Сондықтан Бабаян егер қазір бос қой, сол қаптал бос, Камараң орны. Сол қаптал бос болса, неге жас таланттарға мүмкіндік бермеске? Жалпы мен ойымша шығарады деп ойлаймын жас таланттарды. Бағдәулет, сен сұрайын дегенім, Абраев негізі QG лигада шабуылшы ретінде ойнады ма деп қапталдың вингер болып ойнады. Атлетико Мадридқа да негізі ойнаған кезде, QG лигамен, All-Starмен Атлетико Мадрид ойнаған кезде осы Абраев гол соқты. Просто анау сұраған кезде, жаңа жастарда ойнаған кезде ол жаңа екінші шабуылшы ретінде, жаңа екі шабуылшымен ойнаған кезде екінші шабуылшы ретінде ойнап жүрді дейді да. Қазір оны вингер ретінде қолданып жатыр ғой Астана. Соған қызық болып жатыр да, маған өзіме де. Жоқ, шабуылшы ретінде де шығып жүрді, иә. Сосын вингер ретінде енді екі позицияда шығып жүрді. Ал QG лигада сол Атлетико Мадридпен ойнайтын кезінде негізі вингер ретінде шықты. Және гол соқты. Сол кезден бастап меніңше жұлдыз болып бастаған сияқты ол бала. Негізі Астана биыл керісінше бір жақсы ойнайтын секілді. Өйткені алдыңғы жылдары Астанаға осындай жас жаңа жанып тұрған балдар жетіспеді да. Бәрі тәжірибелі балдар бір системамен ойнайды да. Ал жаңағыдай кезінде 2015 жылы Астананы білсеңіздер, сол кезде құрамындағы балдар Патрик Твумаси 19 жаста болды, Максимович 18-19 жаста болды. Сосын жаңағы Мужиковтардың өзі 25-те ғана болды, 24-25-те болды. Жуков 20 жаста, 18 ба 20 жаста болды. Демек, жас бала болған сайын драйвта болады, физикалық дайындықта, жаңағы энергозатратный футболға да дайын болады. Ал кейінгі Астана салыстырғанда көбінесе жас келген ойыншылар 27-28 жастағы опытный ойыншылар ойнады да. Жаңа Еврокубоктың кезеңінде, мысалы Динамо Загребке қарсы ойындарда керісінше осындай Абраев секілді жаңа жас балдар жетіспеген секілді. Ал қазір осы бір жаңа жағдайдың әсері керісінше бір Астанаға бір пайдасын тигізіп жатқан секілді. Өзім ойым. Енді менің ойымша Астанаға биыл қиын болатын сияқты. Өйткені бірінші ойын жеңді. Енді статистиканы ашып қарайтын болсаңыздар, сайтта Астана командасын допқа иелік ету, қақпаға соққы жасауы, жалпы мүмкіндіктер жасау бойынша барлығына бірінші орында тұр, бүкіл командадан бірінші турда. Бірақ енді жаңа ғана айтқанымдай Жетісуға қарсы ол көрсеткіш емес. Енді Астанаға не үшін қиын болады десеңіздер, бірінші құрама өте тамаша. Қасым келді, Қараман келді. Мысалы, Қараман ұлттық құрамада былтырғы маусымда жұлдыз жанған ойыншылардың бірі ғой. Басқа команда емес, Астананы таңдап келді. Енді Қасымда ұлттық құрамада ойнайтын ойыншы, Абраев жаңа айтып отырмын, енді күшті қосылып жатыр. Бірақ дегенмен екінші құрамнан Астананы сендер қараңдаршы, 70-ші минуттан кейін замен жасап бастады, ойыншыларды ауыстырып бастады. Сол кезде шыққан Бейсебеков мысалы қатты бір Астананы күшейтетіндей емес. Ертең маусым ұзақ, егер Астана осылай бір үштікке таласқысы келсе, меніңше қосалық құрамы жетпей қалатын сияқты осы жағынан. Негізгі құрам жақсы, бірақ қосалық құрам менің ойымша жеке пікірімде жетпей қалатын сияқты болып тұр. Әрине ол чемпиондыққа таласатын құрам емес, оның бәрі түсінеді. Және үштіктің өзіне кірсе, жаңағы бестікке кірсе, Астанаға осы құраммен жақсы результат болады деп ойлаймын. Ал енді екінші турда не күтесіздер? Әсіресе Қайрат пен Ақтөбе матчы енді қазір барлығы бақылап отыр. Өте қызық матч болады. Бұл ойында Қайрат Ақтөбе фаворит қой сізге? Меніңше Ақтөбе фаворит. Өйткені Қайрат суперкубокта ұтылды, және ол ойын жаңағы тобылмен ойынды бір случайность деп айтайын десем, Алтай мен ойынды қарадымда Қайрат әлі чемпионатқа дайын емес екенін байқалды. Өйткені команда шаршаған. Лига чемпионовта
тоқтамай ойнады, оларда предсезонка дұрыс өтпеді және команда демалмады. Соның кесірінен жаңа Дастан Сатпаевта травма болды және тағы да басқа ойыншыларда кішігірім жарақаттар болды. Одан бөлек команда жаңа ойыншылар көп келді. Әсіресе ключевой позиция дейміз ғой бізде, опорный полузащитада және қапталдағы ойыншылар жаңарды. Ол командаға өте үлкен әсер етеді негізі, чемпиондық командаларға. Иә, енді командада жаңа біраз өзгерістер бар. Жаңа Қазбек айтқандай, өйткені команда біздің көктем күз жүйесіне көшпей, егер Еврокубокта жаңағындай ойнайтын командалар болса, оларға қиынға соғады. Себебі чемпиондар лигасының іріктеу, Еуропа лигасы болсын, чемпиондар лигасы болсын, іріктеу кезеңдері жаз айында басталады, шілдеде басталады. Содан кейін негізгі ойындар жаңағы қыркүйекте басталып, көрдіңіздер, қаңтар айының соңғы күндеріне дейін жалғасады. А бізде Қазақстан чемпионаты қазан айының соңында аяқталады, қарашаның басында бітіп жүреді. Содан кейін көптеген клубтар қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан айында демалады да, наурызда ғана чемпионатқа кіріседі. Ал Қайрат мысалға осы айдың ешқайсында демалған жоқ. Ақпан айында желтоқсаннан қаңтарға дейін бір айдай 20 күндей демалып алды чемпиондар лигасының. Содан кейін қайттан жиналды да, одан кейін демалыс берген жоқ. Барлығы жаңағы Түркияға кетті, Алматыда дайындалды. Жаңа ойыншылар келді, енді сіңісіп жатқан сияқты. Бірақ енді Алматыдағы Қайрат пен Ақтөбе матчы әрдайым бір тартысқа толады, өйткені ол жерде жанкүйерлердің де бір қақтығыстары болып жатады. Сұраныста қазір билеттің өзі сатылымға шығып жатыр. Меніңше тосылып қалды ма? Иә. Тосылып қалды. Билет шықты, тосылып қалды. Солдау деп шықты бүгін. Бұл жерде енді Ақтөбе фанаттары да аз болмайды деп ойлаймын меніңше. Иә, енді Алматы үлкен қала болғаннан кейін ол жақта тек қана алматылықтар емес, Ақтөбенің жанкүйерлері де жеткілікті. Ақтөбеден бармағанның өзінде сол Ақтөбенің жанкүйерлері алаң толтыратындай жеткілікті жанкүйер шығады. Енді бұл екі матчқа келетін болсақ, Алматы командасының жаңа Қайраттың айтып отқандай орталық шебі ойсырап қалды. Негізгі ойыншылардың барлығы кетті. Енді футболда көп командалар ойыны осы жартылай қорғаушыларға байланысты ғой. Қорғаныс пен шабуылды байланыстырып тұратын. Солардың барлығын ауыстырды. Оның үстіне оқу жаттығуы, шаршағаннан бөлек оқу жаттығуы өте аз болып қалды Қайратта. Дайындалып үлгерген жоқ. Жаңа ойыншылар бір-бірімен сіңісіп үлгермеді. Одан кейін енді Алтайға қарсы ойында Қайрат командасы жасанды төсенішке ойнай алмайды. Оны нелерді айтып жатыр, бастықтарды айтып жатыр. Біз Астанаға ойнауымыз қате болды, өйткені біздікілер жасанды төсенішке ойнай алмайды деп. Сосын Суперкубокқа матчтарына да, Астанамен матчқа да байқап қарасаңыздар, Қайрат командасы матч болатын күні ғана келеді, бір күн бұрын келеді, кешкісін. Немесе сол тіпті жаттықпайды Астана аренаға келіп. Себебі олар өздеріне жасанды алаңда жаттығу бізге қиындық тудырады деп айтады. Енді Алтайға қарсы ойында жасанды төсеніште болды. Ол ойын өте қиын болды. Мысалы, жеке шеберлікке салатын ойыншылар үшін өте ауыр болды. Сондықтан Қайрат өзінің деңгейін көрсете алмады. Сондықтан ол жерде енді Қайратты да қатты бір деңгейін анықтай салу Алтаймен 1-0 болды деп айту өте қиын. Оның үстіне енді көп жағдайда сол чемпиондыққа таласатын командалар бірінші турдан бастап, екінші турдан бастап жоспарын құрып бастайды. 1-2 гол күшін қатты жұмсамай, жаймен деп, ең басты жеңіске ойнайды. Қорғаныстан бастап, ең басты жеңіске, нәтижеге ойнайды. Сондықтан бұл жерде 1-0 Қайрат жеңілді. Сондықтан оны қатты бір Ақтөбеге қарсы Ақтөбеге басымдық беруге болмайды бұл ойында. Енді мысалға былтырғы маусымның үздік ойыншыларының бірі Қайраттағы бұл Еркін Тапалов болатын, атақты Реал Мадридтің жұлдызы Винисиусты да біраз тұсап ұстауға тырысты. Былтыр көрдіңіздер, чемпиондар лигасының іріктеу кезеңдері болсын, топтық кезеңдері болсын, барлығында жақсы ойнады. Бірақ қазір қарасақ, Еркін әлі бабына келмеген. Алтаймен ойында да мен көрдім, көптеген қателіктер жіберді, пастары жетпей жатты. Алда енді ұлттық құраманың ойыны бар, сондықтан бізге бұл Қазақстан футболшыларының құрамасының ойыншыларының жоғары дайындықта болғаны қажет. Дастанды да айтып жатырық, жаңа операция жасатып, енді қатарға қосылды. Көрдіңіздер, тренажерлық залда, фитнес залда көп шыныққаны байқалады. Иықтарының барлығы шыққан. Қалай ойлайсыздар, бұл жылдамдығына әсер етпей ме? Меніңше әсер етіп жатқан да секілді. Өйткені екі ойында шыққанда қарадым да, Дастан кішкене
баяғыдай дастан емес та. Бізде әлемдік футболда солай бір пример айтуға болады. Барселонада ойнаған Гави ма? Адам Трауэре. Адам Трауэре, ма? иә. Жылдам ойыншы болған, тоже жаңа жаттықтыру несінен шықпай, тренажерный залдан өте көп салмақ көп жинап алды, жаңағы слишком андай мышечный масса дейді ғой, соны көп жинағандықтан ол ойын жоғалта бастады. Сол себепті меніңше жаңағы Дастанға бір бақылау керек секілді. Қазір енді Рис Джеймстің әкесі келіп жеке жаттықтырып жатыр деді ғой, Челси капитаны. Және Челсидан да бір қандай да бір совет болған секілді, Дастанды көп ойнатпасын деп. Өйткені травма алып қалуы мүмкін, ертең Челсиға барады. Сол себепті Қайрат та оны көп шығара бермейді деп ойлаймын осы маусымда. Өйткені енді олар әжептәуір ақша салды ғой, 4,5 миллион доллар, евро. 2,5 миллион. Анау несімен 4,5-ға дейін барады, мен түсінгенім қателеспесем. Оның үстіне келіп бақылап жүрген адамдар бар. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, Дастан Сатпаевты мен әлсіреп қалды деп айтуға өз басым келіспеймін. Себебі Дастан енді ұзақ уақыт үзіліс болды, біріншіден. Ол үзілістен кейін қайта оралып, бірден топ деңгей көрсету, ол кез келген футболшыда, тіпті әлемдік деңгейдегі ойыншыда мүмкін емес. Жас ойыншы, сосын екіншіден жарақаты өте қиын болды, ұзаққа созылып кетті. Сол бір жарақаттан кішкене қорқып ойнайтын сияқты. Сосын үшіншіден енді Челсидан кәдімгі арнайы адамдар келген. Ол жерде жаңа сен айтып отқан бек денесі өсіп кетті дегендердің барлығы меніңше Челсидің мамандарының бақылауымен жүріп жатқан нәрсе. Олар да енді жаңа өздерің айтқандай көп сұма құйып жатқаннан, көп қаражат құйып жатқаннан кейін олар өйтіп бет алды Дастанның өзіне еркіндік беріп қоймайды ғой, қарап отырады. Ол жерде білікті мамандар, сондықтан витамині бар, басқасы. Ең бастысы келісетінім мен Қазбек жаңа көп ойнауға мүмкіндік бермей жатқандай, бір шектеп қойғандай, себебі сақтау керек баланы. Жаңа Гавиді айтып қалдым ғой. Гави, Педри деген ойыншылар Барселонада маусым бойы ойнады, одан кейін Испанияға ойнады құрамада. Дастандікі де былтыр сонымен салыстыруға болады ғой. Қайраттың көп матчында негізгі құрамда, одан кейін ұлттық құрамада негізгі құрамда ойнап жүрді. Еурокубоктар бар. Сондықтан осы жағынан біраз қиындатып жүрген сияқты баланың денсаулығын. Және биылғы маусымда енді Челси осылай бір шектетіп аз мүмкіндіктер беріп ойнататын сияқты бақылауында адамдар. Енді жаңа кім Диана айтып жатыр ғой, келесі турда не күтесіздер деп. Қайрат пен енді Ақтөбеге бір есептеріңізді айта кетсеңіздер, содан кейін келесі матчқа тоқталсақ. Меніңше Ақтөбе жеңетін секілді бұл ойында. Есепті енді білмеймін, бірақ осы ойында кімнің Шушеничевтің бір айтатын сөзі бар секілді, өткен Қайрат бұрын командасы дегенмен сол ойында бір көзге түседі. Заруцкий бар. Сол себепті бір өздерінің мотивациясы жоғары болады секілді. Жуков та бар, сол Қайратта ойнаған деген секілді. Сейд Ахмет те бар. Ақтөбеге Қайратқа қатысты адамдар көп қой, клубтың президентінен бастап. Клубтың президентінде де бар ғой, айтпақшы. Дұрыс айтасың. Меніңше ерекше мотивация Заруцкийде сияқты. Өйткені мен білуім бойынша Заруцкий былтыр маусымда кеткен кезде біраз уәделерін орындамай қойған, солған байланысты кеткен сияқты, ренжісі бар. Және негізі жаңа айтып жатыр ғой, Еркін Тапаловты айтып жатырмыз, Дастан Сатпаевты айтып жатырмыз. Былтырғы маусымда Заруцкийдің де еңбегін ұмытпауымыз керек, сынып қалам деген шейін. Негізі Қайраттың қақпасында өте мықты, үздік қақпашылардың бірі болды Заруцкий. Биылғы маусымда Ақтөбеге ауысып барды, енді кеше пенальти тосты мысалы. Негізі Заруцкийді ше былай бір сөзбен жарты маусымның қақпашысы деп айтуға болады. Ол Астанада жарты маусым ойнайды да, Милошевич келеді, жарты маусым ойнап, енді қайтадан полный маусым өткізейін деп етсе, Шондерич келеді, одан кейін Сейсен келеді, біреуіз қалған кезде жол болмай кетті өзі. Бірақ жақсы қақпашы. Жалпы ойын тең өтеді деп ойлаймын. Тең есептер келеді екеуінде де. Қайрат командасы Тобылға қарсы ойында жеңіліп қалды, бірақ дегенмен ойынды көрдік. Қайрат командасы қанша шаршағанмен, дайын болмағанмен маусымға деңгейі бар екен көрініп тұр. Еурокубоктардан біраз тәжірибе жинаған көрініп тұр, көп балдар құрамында. Сондықтан ертең меніңше Ақтөбеге қарсылық көрсетіледі, тең есептер келеді деп ойлаймын. Әдемі ойын болатын сияқты. Одан кейін қандай матч бар? Қайсар мен Астана меніңше орталық ойындардың бірі сияқты. Мозес келеді, Эзекиел келеді. Мозес енді үлгереді деген болжам бар ғой, Менің ақпаратым бойынша бүгін ұшады. Негізі солай әлеуметтік желіде таралады, бүгін келеді. Бүгін Дубайдан ұшады. Неге қарай? Қызылордаға қарай. Енді
былтырғы Қайсар мен Астананың ойынын білеміз, қалай болғанын. Қайсар ұтып жатты ұзақ, сосын соңында пенальти белгіленіп, ол да біраз дауға ұласты, пенальтиде сөйтіп тең аяқталған болатын. Астанаға Қызылордада ойнау олай болмайтын, өйткені Қызылорданың ескі стадионы болды ғой, Ғани Мұратбаев атындағы, жанкүйерлер арасында Турбо арена деп аталған орталық стадион. Қазір енді олар жаңа стадионға көшті, бірақ төсеніш айырмашылығы жоқ. Айырмашылығы бар. Енді жанасы болғанмен енді сол ғой. Өте жақсы деңгейдегі төсеніш, мынау келген тіпті Астана аренадан жақсы деп айтуға болады ол жердегі төсеніш. Енді не болады? Бұны енді екі команда да жақсы, енді екі команда да жасанды алаңда ойнайды ғой, соған бейімделген. Астана арена мен Қайсар аренаның стадиондары ұқсас енді көп жағдайында. Бұл жерде енді Қайсардың да Астананың да бір шама шарқын көреміз ғой енді, дегенмен енді. Енді Астана командасын жаңа айттық қой, біраз тоқталдық. Енді Қайсарға келетін болсақ, Қайсарда биылғы маусымда ең бір ерекше, ең бір үздік дайындалған команда деп айтуға болады. Маусымда ерте бастады, оқу жаттығын ең бірінші бастаған команда Қазақстан премьер-лигасында, және трансферді де ең бірінші жасап, ойыншылардың барлығымен келісімшарт жасасқан, бапкерді де ерте бастан тағайындаған дәл осы команда. Сондықтан мен көп не күттім Қайсардан. Жеңіске қарсы ойында бірінші турда оның үстінен де Мозес келе алмай қалды, бірақ дегенмен анау чилилік па ойыншы болды ғой, Томас Джонс па, керемет мүмкіндік болды бірінші турда 20-шы минутта бос қақпаға шығарып берді, сала алмай қалды, қисықтап жіберді. Өте жылдам ойыншы, осыдан да күткен бір ерекше ойын. Одан кейін жаңадан келген ойыншылар бар. Және енді Қайсардың жаңа үздік жасақталды деп отқаным, бірінші бапкер келді, Ферапоновтан келісіп алды. Одан кейін соның қалауына байланысты, соның ыңғайына байланысты ойыншыларын алып берді барлығын. Енді кейбір ойыншылар ала алмай қалған шығар. Мысалы Дамир Марат, Жұмат сынды ойыншылар да негізі көздері қызығып түсті ғой, бірақ ала алмай қалды. Бірақ дегенмен соған қарамастан бапкерге ыңғайлы ойыншылар алып берді. Бірақ десе де бірінші турда жеңіске қарсы ойында мүлдем мен күткен ойын болған жоқ Қайсардан. Осыншама уақыт ерте дайындаласың, Түркияға барып дайындаласың, одан кейін Дубайға барып дайындаласың, ерте бастан жасақталасың, бірақ ойын жоқ. Мүмкін енді команда жаңадан жасақталған, мақсат енді құрылып жатыр, бапкер жаңа, сондықтан әлі түсінісе алмай жатқан шығар. Бірақ дегенмен енді екінші ойыннан бастап жинақталу керек осы уақыттың ішінде. Өйткені егер сен үздік бестікке таласқың келсе, нәтиже көрсеткің келсе, осындай бір қаражат бөлініп, осындай бір үміт артып отқаннан кейін, мынадай стадионда ойнап жатқаннан кейін сен ерте бастан нәтиже жасауың керек, қамтану керек қой. Енді жаңағы шынымен Перефонтов допқа көбірек иелік етіп, Барселона сияқты тики-таканың бір қазақстандық үлгісін жасаған жақсы көретін маман ғой. Ондай болған жоқ қой? Ондай болған жоқ. Оның үстіне қарасақ, жаңағы Айбол Әбікен болды ортада, оның қасында үнемі былтыр Думан Нәрзілдаев болатын, бірақ Думан бұл жолы әлі бабына келмеген сияқты, қосалқы құрамында қалып, екінші таймның орта тұсында ғана шықты алаңға. Сондықтан енді Қайсарға сол Думан сияқты допты көбірек ұстай алатын жігіттер керек сияқты. Енді Мозесте енді ол қапталдың ойыншысы ғой, оң қапталды шабуылдайды, қорғаныстан бастап шабуылдың шетіне. Доп жүргізетін ойыншы емес қой ол да. Бұл жерде бір қосып жіберейін, кешірім сұраймын. Жеңістің құрамында 8-9 легионер шықты. Қайсарда тек 3 легионер шықты. Және де Қайсар Мозес пен Эзекелмен дайындалды чемпионатқа, то есть бүкіл матчтарға солар ойын шықты. Ал аналар келе алмағаннан кейін амал жоқтан вариативность жасай бастады. Өзгерте бастады. Өйткені қосалқы құрамынан шыққан ойыншылар, мысалы Көңілім Қос, Жұмат деген секілді ойыншылар, мысалы олар в основном қосалқы құрамның ойыншылар ғой. Ана ойында Көңілім Қос основада шықты деген секілді. Сол себепті кішкене күш жетпей қалған секілді бұл ойында. Не бойынша, Ферапонов бойынша айтарым, бұл бапкер жаңағыдай қазақстандық ойыншылармен жақсы жұмыс істейді, бірақ оған әлі чемпионат енді бастады, ол Қайсардың құрамы 90%-ға жаңарды. Ал Думанда травма бар. Думанда өткен жылдан бері келе жатқан травма бар. Сол себепті ол 100% ойнай алмайды. Әзірге 90 былтыр операция жасады. Сол былтыр операция жасады, және ол әлі толыққан жазылмаған. Жоқ, енді жаңағыдай ерте бастан дайындалғаннан кейін бір күшті нәтиже күтіп қаласың да, бірақ допқа иелік ету 70-30 болып жатыр да, жеңістің пайдасына. 40-60 болды. Жалпы ойын бойынша ғой, енді екінші таймда 70-30 болып қалды. Ол енді бірінші таймның алғашқы 20-25 минутында әдемі ойнады, Қайсарда мүмкіндіктер көп болды.
бірақ одан кейін енді ойынды беріп қойды, тек қорғануға мәжбүр болды. Сосын Тобыл мен Жетісу ойнайды Қостанайда. Бұл матч туралы не ойлайсыздар? Тобыл өткендегі 4-1-ден кейін енді бір есесін қайтару керек шығар. Жетісуға. Жетісуда енді өткендегі неден кейін бір қатты тұла қояды деп енді айтпаймын. Сол себепті бір кішігірім есеппен Тобылдың басымдылығы болуы мүмкін бұл ойында. Мен өз ойым. Сосын біз енді ұзақ жылдар жаңа шығыс өлкесінде екі команданың премьер лигада ойнағанын көрмедік, иә. Бір кездері кім Өскемен, Восток, Алтай болып өзгеріп жатты ғой. Солар ол ойнаған кезде Семейде команда болмады. Семейде Елімай шыққан кезде Өскеменнің командасы болмады. Енді биыл Алтайда Елімайда бар. Шығыстық дербиден екі күтесіздер. Бұл ойын қай жақта өтеді? Алтай мен Елімай арасындағы матч Астанада өтеді. Өйткені Елімай әзірге Астанада ойнап жатыр. Жалпы биыл көп команда Түркістанда, Батыс Қазақстанда да, Атырау сияқты, Каспий, Қызылордада. Қызылордада стадиондар жөндеп жұмыстары. Әзірге Каспий жасап жатыр, Алтай жасап жатыр жөндеу жұмыстары. Және тағы неде Қарағандыда жасалып жатыр. Қарағанды Шахтердің стадионы. Олар да әзірге өз алаңында ойнай алмайды. Жаңа стадиондар салынам дегенше енді пока что осы ойнайды, енді не істейміз, енді біздің қолымызда ештеңе жоқ. Шығыс дербиіне келетін болсақ, енді біріншіден бірінші турда бірінші лигадан көтеріліп келген командалар өте жақсы ойнады деуге болады. Жеңілсін, жеңілсін, барлығы тең ойнасын, барлығы жақсы нәтиже көрсетті. Енді бұл ойында да Алтай оңайлықпен берілмейді. Оның үстіне енді бірінші лигадан келген командаларда бір мотивация екі есе КПЛ-дың командаларына қарағанда, өйткені өздерін дәлелдегісі келеді, өздерін көрсеткісі келеді. Енді маусымның ортасына дейін солай барады ғой, одан кейін шаршайды, жаңа жарақаты бар, оларда бірақ құрам деген, қосал құрам аз, осындай бір қиындықтар бар. Бірақ дегенмен алғашқы турларда өте әдемі ойнайды. Дегенмен бұл ойында Елімай жеңіске жету керек. Елімай жеңіске жетеді деп ойлаймын. Жету керек емес, жетеді деп айтады. Ашығын айта бер. Жоқ, кеше Алтайдың ойынын көрдім ғой. Қорғаныста өте сауатты ойнайды, командамен бірге. Жоқ, ол басқа командаға қарсы, Елімаймен ойнайды ол жерде. Иә, оны түсініп отырмын ғой, енді сендердің намектерін түсініп отырмын. Енді тағы бір, сосын енді бұл ойында сөзсіз Елімай фаворит, Елімай фаворит. Астана, одан кейін тағы бір Астанада бір матч бар, ол Жеңіс пен Ордабасы. Өте қызықты матч. Ең бір қызықты матч. Былтыр осы ойындарға қатысты да біраз шулар болған, Жеңіс ұтып жатып, Ордабасы теңестіріп 2-2 болған жоқ па? Жаңағыдай төрешілікке қатысты болды. Бұл ойындарда да үнемі осы Жеңіске қатысты, Ордабасының осының алдында бірінші турдағы ойындағы пенальтиіне қатысты да күмәндар болды. Өйткені Жеңіске қатысты болсын, Ордабасыға қатысты болсын, пенальтиге қатысты, осындай төрешілікке қатысты даулар үнемі көп жүреді. Бұл ойында енді жанкүйерлер енді тыныш өтсе екен деп үміттенеді ғой енді бірінші кезекте. Ал матчтан не күтесіздер? Жеңіс командасының былтырғы маусымда да ойыны өте әдемі болған. Маған былтырғы маусымда Қазақстан премьер-лигасының ұнаған командалардың бірі болған. Бір жүйе бар, өте әдемі ойын көрсетті. Бір Қазақстанда көп командалар ондықтың айналасында жүрген командалар допты алға қарай шығарып отырады, тек қана қорғаныста. Алғаш бестіктегі командалар ойнайды, қалғандар тек шығарып отырады. Жеңіс ондай емес, кәдімгідей қарсылық көрсететін команда болған. Биыл да меніңше қалған сияқты, бас бапкер ауысқанмен. Қазір енді Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы бас бапкері Алихан Алиұлы келді ғой. Бірақ дегенмен кеше Қайсарға қарсы ойында допты ұстауы, шабуылға шығу барлығы жақсы. Енді Ордабасыда қиындықтар бар әлі. Ордабасы маусымның басында кеше көрініп тұр. Жақсы ойнады. Соңғы минуттарда анау Астананың соққан айыпты гол болып кете жаздады ғой. Мүмкін ол соққан жеңіске жетер ме еді, солай айту мүмкін. Бірақ десе де, меніңше жеңіс қарсылық көрсете алады. Бұл ойында мысалы Ордабасы немесе жеңіс деп айту өте қиын. Меніңше бұл ойында жеңіске жететін секілді. Мен де солай айтқым келіп отыр. Негізі жалпы мен Алихан Алиұлын да танимын ғой, жаман емес, былай жақсы бапкер. Не себепті? Өйткені Ордабасының ойында бір жүйелілік байқалмады. Жүйе.
олар мынандай бір отрезокты ғана жақсы ойнайды да, қалған отрезокта бір ала-құла ойын көрсететін секілді. Сол себепті меніңше жүйе бойынша жеңістің жүйесі қазіргі ордабасының жүйесіне қарағанда мығымырақ көрінеді маған. Иә, енді кімді айтып жатыр қой, Ордабасы мен Ертісті айтып жатыр. Ертістің енді 1 ұпай алды Шымкентте. Ал енді осы жолы олар өз алаңында Атырауды қабылдайды. Премьер-лигаға 5 жылдан кейін оралып отыр ғой. 5 жылдан кейін оралған команданың алғашқы жеңісін бірден 2-3 турда көре аламыз ба? Иә, меніңше дәл солай. Өйткені Атыраудың бір апта қалғанда бапкер алып тастады. Жалпы Атырауда бірінші турда мүлдем ойын болған жоқ. Тең ойнады, бірақ дегенмен мен Атыраудан мүлдем ойын көрген жоқпын. Ең бір Қазақстан осы бірінші турдағы КПЛ-дағы ең бір сүйкімсіз, ең бір онша емес ойыншы команда ол Жетісу болды біріншісі. Енді мен жеке хейт емес командаларға, ойын бойынша айтып жатырмын да. Жетісу болды, одан кейін екінші дәл осы Атырау болды. Атырауда мүлдем ойын жоқ. Мен команда көрген жоқпын Атыраудан. Және Ертіс командасы ертең жеңіске жетеді деп ойлаймын. Енді Атырау командасы жақсы нәтижеге жетсе, дұрыс кеңесшілермен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын. Иә. Дұрыс айтасың. Кеңесшілер кеш барған шығар. Кеңесшілер сол кішкене кеш келіп тұр ғой, сол байқалып тұр ғой. Атырауда Ұлытауға қарсы матчта футболдағы девятка нападающий деп ғой. Девятка, иә, 9-дық. 3 ойыншысы да 9-дық ойыншы, короче, флангқа да 9-дық қояды, мынау флангқа да 9-дық қояды, орталық шабуылшы да 9-дық ойнайды ғой. Абылайхан Жұмабековты флангқа қояды, жаңа Дорофеевті қояды, сосын мынау флангқа тағы 9-дықты қояды. Вингер жоқ та, былай айтқанда. Рабиу деген алды ғой, Рабиу ма? Иә, опорник қой, опорный полузащитник. Бірақ былтыр Ақтөбеде 5-ақ матч ойнады ма? Иә, травма алып қалды ол, өйткені ауыр жарақат алып қалды, соңына дейін сынып қалды. Енді көреміз Чебурин қандай ойын көрсететінін, бірақ жаңағыдай Бақдәулеттің айтқанымен толыққанды келсем, чемпионаттағы ең әлсіз бастаған командалардың бірі осы Атырау болып деп ойлаймын. Иә, статистика бойынша да ең төменгі орындарда тұрған осы Жетісу мен Атырау болып тұр қазір. Бірақ енді өзіңіз айттыңыз ғой, сұхбат басталмай тұрып, сезон ортасында жаңа трансферлер болуы мүмкін. Атырау енді бапкер дайынға келді ғой, былайша айтқанда, өзі жинақтамады ол команда. Жоқ. Сол себепті пока что осы ойыншылармен бастайды. Сезон ортасында жазғы трансфер Ақтауда ойыншы алу оңай да қыстан гөрі. Мысалы, қыста бізде бірталай командалар шабуылшы таба алмай жатыр. Қиын табу, өйткені барлығында контракт, барлығы тек қана жазда ғана босайды. Атырау жазғы трансферде жарты команданы ауыстырып тастай салу тәжірибесінде бар ғой, оңай оларға. Бір жақтан бір жаққа автобуспен көшіп кету дейсің ғой. Солай мен бір команданы сатып ала салады. Түркістаннан Атырауға, Атыраудан Түркістанға дейін. Ең соңғы ойын қалды, осы екінші турда ол Қызылжарда өтеді, Петропавлда, яғни Қызылжар мен Ұлытау командалары. Сосын Каспий мен кім ойнайды? Тағы 2 ойын қалды. Оқжетпес Каспий ойнайды, Қызылжар Ұлытау ойнайды. Қызылжар бірінші турда өздеріңіз көрдіңіздер, Ұлытау мен Атырау ойынында мүлдем жаңағыдай бір шабуыл болған жоқ, есеп 0-0 аяқталды. Қызылжар мен Каспий арасындағы ойында біраз бір сыдырғы өтіп жатты. Соңғы минуттарда жаңа Қызылжардың камбегімен аяқталды ғой. Бұл жолы енді тағы екінші тур қатарынан енді Петропавл командасы өз алаңында ойнайды. Нұркен Мазбаев шәкірттері қандай тосын сый жасауы мүмкін? Енді тосын сый болады деп айта алмаймын. Жаңа енді Атырауды қатты бір сынап жіберген сияқтымын. Ұлытауларда мысалы 0-0, енді олар өздерінің деңгейіне байланысты ойнайды ғой. Деңгейлерін біліп тұр, сондықтан қорғанысты ойнайды. Сен айтқандай ғой, екі командада шабуыл жасау білмейді. Жоқ, енді өздерінің деңгейіне қарай ойнайды да, егер сенің командаңның деңгейі шабуыл жасап, допты ұстап, немесе жылдам футболға деңгей жетпесе, сен солай қорғанысты ойнайсың. Жоқ, сонда екі команда бір-бірімен кездесіп қалды ғой енді. Иә, енді бұл жолда дәл солай болайын тұр ғой енді Қызылжар мен Ұлытауда да. Сен ал допты, сен ал деген болады ғой. Сен ойна, мен сосын қарымта шабуылға еңгатам деген ба. Бұл жерде де меніңше тең ойын болатын сияқты. Мүмкін енді кейбіреулер Қызылжарға кішігірім басымдық беруі мүмкін. Қызылжарда жеңіске жетуі мүмкін. Қызылжар командасы. Бірақ дегенмен аса бір қатты Ұлытаудан басымдық көрген жоқпын бірінші тур. Енді мен бірінші турдың ойындарына байланысты қарап айтып отырмын да. Сондықтан бұл жерде де тең есеп немесе Қызылжар жеңеді деп ойлап отырмын.
меніңше Ұлытау осы маусымның бір ашылымы болуы мүмкін. Өйткені құрамын қарадым, жаңа недегі сборда болған матчтарын қарадым. Анда өте жермен жаңағыда тактикалық әдемі футбол көрсететін командалардың бірі болады. Өйткені құрамында жапониялық 2 ойыншы бар. Сосын никарагуалық шабуылшы бар, Ариагнер Смит деген, және ганалық ойыншы бар. Мынандай өте бір сүйкімді командалардың бірі болады деп өзім ойым. Қызылжарға қарсы ойында Ұлытау өзінің жақсы ашып көрсететін шығар. Көрсетеді деп ойлаймын. Және осы ойын меніңше фаворит Ұлытау, Қызылжар емес, Ұлытау деп ойлаймын. Қызылордада Каспий мен Оқжетпес ойнайды. Ол сейсенбі күні болады, 17 наурыз күні. Негізі енді осы турдың матчтардың барлығына саяси нелерге байланысты 16-сына дүйсенбіге ауыстырылды. Бір ойын 17-сі болады, ол Каспий мен Оқжетпес арасында. Енді Оқжетпес бірінші турда Елімаймен тең түсті. Каспий енді бір өте өкінішті жағдайда ұпайдан айырылып қалды. Қызылжардан әтпесе де 81-ші минутқа дейін алда тұрды. Қайсар аренада өтетін бұл матчтан не күтесіздер енді? Оқжетпес командасы былтыр өте әдемі ойнаған командалардың бірі болған. Оларды енді қазір толық жаңарып кетті ғой. Солға айтып отқам, сол командасын біраз таратып жүрміз де. Оқжетпес ол былтырғы бірінші лигада ойнаған Ертіс командасы. Иә. Сол айтайын дегенім, сол команда толығымен кетіп қалғаннан кейін менде ой болған, Оқжетпес командасында биыл бір құлдырау болатын шығар деп. Бірақ дегенмен бірінші ойында кәдімгі тең деңгейде ойын көрсетіп берді. Және жалпы енді гол соғу нәтижесі емес, XG бойынша да, допқа иелік ету бойынша да, соққылар саны бойынша да кәдімгі тең деңгейде, яғни команданың құрамы 90%-ға, 100%-ға деп айтуға болатын шығар. Өзгергенмен команданың сол ойыны қалғанын, тіпті бапкер өзгертсе де сол команданың ойынын қалғанын көруге болады. Енді бұл жерде Оқжетпес командасына басымдық беруге болады. Көреміз, енді нақты дүп басып айту өте қиын қазір. Бірінші тур ғой, бір тур ғана ғой өтті. Енді алда бір 2-3 турдан кейін бар командалардың деңгейін айтуға болады да. Қазір мысалы Қазбек айтып отқан Ұлытауға келген жаңа ойыншыларды мен мысалы бір ғана жапониялық ойыншының деңгейін көрдім, қалғандарыныкін әлі көре қойған жоқпын. Мүмкін олар өздерін көрсетпеген шығар. Оқу жаттығуын қараған жоқпын, бірақ сол бірінші турда мен бір қатты бір басымдық көрген жоқпын. Мүмкін енді алда уақытты көрсететін шығар. Сол сияқты ғой. Қазір дүп басып айту өте қиын. Меніңше бұл ойынның фавориті не дегенмен Оқжетпес. Құрамында жастар құрамасының ойыншылары бар, жаңа Абинур Нұрымбет, бір-бірімен ойнап жүрген ойыншылар келді. Бір-бірімен түсіністігі жарысқан ойыншылар, және бұл Оқжетпес маған қазақстандық ойыншылар көп командалардың ішіндегі осы Оқжетпес командасы ұнайды, жалпы құрамы бойынша. Өйткені жас балдар көбінесе, және бұл жердегі ойынды бас бапкерде жас қой негізі. Жас бапкер. Сол себепті бұл ойынның фавориті меніңше Оқжетпес болады, бірақ есеп тең аяқталуы мүмкін. Бірақ басымдылық кішігірім Оқжетпесте болады. Енді сұхбаттың соңғы бір сұрақпен аяқтасақ, ұлттық құрама ойыншылардың тізімін көрген шығарсыздар. Иә, 50 ойыншы бар, футболшы. Жалпы кімдер қалуы мүмкін енді биыл ұлттық құрамада осы тізімнің ішінен? Былтырғы құрам болады деп ойлаймын. Онда қатты көп өзгерістер болмайды. Себебі бұл 50 адам енді ол Қазақстан премьер-лигасында бірінші турда бастап құрамында шыққан ойыншылардың тізімі деп айтуға болады. Қазақтардың соларды алып, мына жаққа көшіп әкеле салды ғой. Былай айтқанда енді игровой практикасы бар, кішкене премьер-лиганың деңгейін сезген ойыншыларды жаңа жалпы тізімге қосты, бірақ оның 25 ғана болады, 25-і примерно сіз сол қазір айтсаңыз, 20 шақтысын айтсаңыз, тура түсесіз жол 25-тің. Бесеу кішкене өзгеріс болатын шығар, там кішкене Совет, там жаңа Абинор деген секілді қосылуы мүмкін, бірақ баяғы сол Самародов, Кенжебек, олар ешқандай өзгеріс сол құрамында. Әліп дейсің. Әліп. Енді Кашкинге қатысты ең бірінші бір даулы сұрақты көтерген мен едім ғой, отырып неде баспасөз мәслихатында, оны кейін әлеуметтік желіге салып жіберген. Одан кейін енді бас бапкердің өзінің жауабы болды.
дәл сол позицияда сол аяқпен ойнайтын орталық қорғаушылар өте аз Қазақстанда дейді. Енді қазір өзін көрсетіп жатқан ойыншылар дәл сол Кашкен сияқты ойнайтын ойыншылар санаулы саусақпен. Сондықтан да ол ойыншыны шақырдым деді. Ойын практикасы бар болғандықтан. Енді бұл жолда 50 ойыншының қатарында, жаңа айтқандай, ол енді негізгі командаға құрамға ене ма шақыртуға, неге қалған 25-не енбей ма, ол да сұрақ бар ғой. Сондықтан бұл жерде шақыртуы түсінікті жайт шығар. Кешегі бірінші матчта Абраев пен екеуінің арасындағы топқа таластағы алданып қалған сәттен де барлығы қатты бір хейт кетіп жатыр. Негізі білмеймін, енді қазақстандық ойыншылардың ішінде, қазақ паспорты бар ойыншылардың ішінде өйтіп саусақпен санарлы болса, өйтіп қатты хейт жасап, психологиялық тұрғыдан қысым жасаудың да қажеті жоқ сияқты. Жеке басқа өтудің. Өзің хейт жасап алдың, өзің енді ақтап жатсың. Жоқ, менде сұрақ басқаша болды ғой. Білемін, статистика бойынша болды менікі. ойда. Ал кейбіреулер қазір қарап отырмын, жеке басқа кәдімгі, тіпті біздің әріптестеріміздің өзі жеке басына кетіп, жас әріптестеріміз бір әзілдесіп жатқан көріп отырмын, ол қате болатын сияқты менің ойымша. Одан кейін енді маусым басталды. Мен тағы бір айтатыным, төрешілерге байланысты өте бір жақсы деңгей болса екен деп тілегім бар. Биылғы маусымда, енді былтырғы маусымда қуылып кеткен төрешілер қайтып келген екен. Маусым соңына дейін қуды ғой енді былтырғы маусымда, Георгий Чеховский, екіншісі кім еді? Көшкін ба қалай? Тұран мен Қызылжардың ойында қуылып кеткен екі төреші қайтадан кешіріпті. Биыл төрешілер арасына қайта оралған. Енді сондай қателіктер қайта қайталанбаса екен. Оның үстіне биыл енді заң шықты. Егер сондай бір келісілген матч дәлелденсе, онда тіпті кәдімгі қылмыстық іс қозғалады. Сондықтан меніңше сақ болатын сияқты. Енді осындай төрешілер сақ болу керек, және тағы бір тілегім сол ашықтық, лигадан тілейтін сол төрешілерді сайлайтын ұйым да, лигада да ашықтық болу керек деп ойлаймын. Жаңағыдай бір мысал Қайсарға байланысты пікір білдірген жоқ, Елімай мен Оқжетпеске байланысты сол бір даулы сәтке байланысты пікір білдірді да, Қайсарда мысалы ондай әлі үнсіз қалып қойды. Өйткені Қайсарда ол жайында жазатын журналистер өте аз болып қалды. Сұрайтын да, сұрау көлеңкесінде қалып қалды. Сондықтан осындай сәттердің барлығында анық екі жақта ой бөлінген кезде меніңше төрешілер нақты шығып, ашықтық қажет бізге көрсету керек, журналистерге де, халыққа да деп кішігірім бір тілегім бар. Жақсы, ендеше енді уақытымыз 1,5 сағат болып қалды деймін. Уақыт бөліп кіргендеріңізге рахмет. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы биыл чемпионат меніңше соңғы 10 жылдағы ең деңгей бойынша жоғары чемпионат болады деп тілеймін. Қызықты чемпионат болады биыл. Енді оны күзде көреміз деп ойлаймын.